Жыл санап жасөспірімдер мен ересектер арасында кеңінен қанат жайып келе жатқан спорт түрінің бірі дзюдо. Бүгінде аталмыш спорт түрінен еліміздің даңқын шығарып жүрген балуандар аз емес. Ал Степногорск өңірінің үздік балуандары дзюдодан Бөгенбай Батыр атындағы республикалық турнирде анықталды. Дәстүрге айналған бұл сайыс 2 күн жалғасын тапты. Бұл күні дзюдошылардың шеберліктерін тамашалауға қала әкімінің орынбасары Нұрлан Мұқатов, спорт чемпиондары мен жанкүйерлер қатысты. 10 салмақ дәрежелері бойынша болып өткен дүбірлі додаға Алматы, Қостанай, Қарағанды облыстары, Нұр-Сұлтан, Сәтпаев, Шымкент, Тараз, Павлодар, Көкшетау, Ерейментау қалалары мен Бөгенбай Батыр атындағы облыстық мамандандырылған олимпиадалық резерв мектеп-интернат колледжінің тәлім алушылары және облыстық мамандандырылған спорт мектебінің дзюдошылары қатысты. Атаулы ашық турнирде бақ сынасуға 200-ден астам спортшылар ниет білдірген. 2004-2005 жылғы ер балалар және 2003-2004 жылғы қыздар арасында өткен турнир қорытындысына сай Степногорск қаласының балуандары жақсы нәтижелерге қол жеткізді. 57 салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Дилназ Иманбаева жүлделі бірінші орынға ие болды. Екінші орын Балнұр Рахым және Жәнібек Жұмағазинге бұйырды. Қола жүлделерге Батыр Төлеген, Ернат Тұрғынбай, Жаслан Қажымұрат және Дилназ Мақсұтова лайық деп танылды. Сайыстың соңында барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы кубоктар, медаль және грамоталармен қошеметтелді. Айта кетерлігі, Бөгенбай Батыр атындағы республикалық турнир 10 жылдан астам уақыттан бері жыл сайын ұйымдастырылып, білікті спортшылардың қатарын толықтыруда.